Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін микроскоптың оптикалық сұлбасын өтеміз. Ол қандай оптикалық бөлімдері бар? Енді микроскоптың негізгі сипаттамаларына ол айқындау қабілеті және контрасты жатады дегенбіз. Естеріңде бар ма? Ал енді осы микроскоптың негізгі жарықтандырғыш бөлігі ол айна болып есептелетін. Әрине бұл жарық микроскопында. Ал енді сонда микроскоп жарық түсіретін және бақылау жасайтын бөліктерден тұрады. Енді микроскоптың жарық түсіретін бөлігіне жарықтандырғыш пен конденсер кіреді. Сонда жарық түсіретін бөлігіне не кіреді екен балар? Жарықтандырғыш және конденсер кіреді. Енді зерттелетін нысанды бақылау кезінде балар жарық сәулелері жарықтандырғыш арқылы конденсер линзаларына түседі. Конденсер линзаларына түседі. Одан кейін онда нысанға түсетін сәуле шоқтары қалыптасады. Ал сәулелер нысаннан шашырап, ол объективке түседі. Онда көру қондырмасында орнатылған окулярдың фокустық жазықтығы алаңында нысанның бейнесі пайда болады. Нысанның бейнесі жатады. Енді әрбір объективте ұлғайту көрсеткіші болады. Ол міне объектив деп белгіленеді. Ал енді әрбір объективте ұлғайтқыш немесе ұлғайту көрсеткіші және сандық апертура олар ойылып жазылады. Объективте олар ойылып жазылып тұрады. Сонда апертура тең n және көбейтілген синус. Ол U және 2-ге тең. Мұндағы U дегеніміз апертура бұрышы болады, ал N дегеніміз иммерсиялық майдың сындыру көрсеткіші. Енді сандық апертураны білу арқылы микроскоптың айқындау шегін есептеуге болады. Оны қалай есептейміз? Айқындау шегін біз мына формула арқылы есептейміз. Бұл жерде зета тең 0,5 лямбля және апертура бөліндісі. Бұндағы лямда бұл жарықтандыру жарық толқынының ұзындығы болып табылады. Ал енді объективтегі балар әріптер объектив типінің көрсеткіштерін көрсетеді. Мысал үшін онда C деген белгі тұрады. C дегеніміз су иммерсиясы, M деген көрсеткіш тұрса май иммерсиясы, F деген көрсеткіш тұрса фазалы контрасты, F дегеніміз фазалы контрасты. Бұнда иммерсия дегеніміз не? Бұл иммерсия дегеніміз объектив пен нысан арасындағы енгізілген сұйықтық. Мысал үшін су иммерсиясы су енгізіліп тұр, май иммерсиясында май енгізіліп тұр, фазалы контраст қолданылып тұр деген сөз. Егерде бұндай әріптер болмаса, ол құрғақ объективті көрсетеді. Онда ешқандай сұйықтық енгізілмеді деген сөз. А сұйықтықты не үшін енгізеді? Сұйықтықты біз көретін нысан анық көріну үшін, жақсы көріну үшін осы иммерсияларды енгізіп тұрады. Ал сұйықтық иммерсиялық сұйықтық деп аталады. Жаңағы май иммерсиясы, су иммерсиясы дегеніміз ол иммерсиялық сұйықтық деп аталады. Енді бұнда тағы да микроскоптың толық ұлғайтылуы. Біз оның толық ұлғайтылуын қалай есептейміз? Толық ұлғайтылуы объективтегі және окулярдағы санды көбейткен кезде микроскоптың толық ұлғайтылуы шығады. Одан басқа пайдалы ұлғайту дегеніміз бар балалар. Пайдалы ұлғайту дегеніміз ол минимум ұлғайту. Онда микроскоп айқындап көрсететін бөлшектерді көзбен көруге болады. Бұндағы микроскоптың көруіндегі ұлғайтуындағы пайдалы ұлғайту ол зета 1 бөліндісі зетаға тең. Зета 1 деген көздің айқындау шегі. Көздің айқындау шегі өткен сабақта айтқанбыз, адамның көзінің ең жақсы айқындау шегі ол 0,2 мм болғанда дегенбіз. Ал зета микроскоптың айқындау шегін көрсетеді.
Енді сонда бізде микроскоптың ұлғайтылатын толық ұлғайтылуын қалай есептейді екенбіз? Объективтегі және окулярдағы санды бір-біріне көбейту арқылы оларды есептеп отырамыз. Енді нысанды біз таңдап алғаннан кейін, оны толық зерттеу үшін тұтқалардың көмегімен оны біз орналастыруымыз керек. Ол орналастыру үшін үстелді жылжытамыз, микроскоптың үстелін жылжытамыз, оны көру аймағының ортасына келтіреміз. Көру аймағының ортасына келген кезде жарығы жақсы түседі. Сөйтеді де нысан бізге жақсы көрінеді. Ол көру аймағының ортасында, көру тесігінің ортасында нысан орналаспаса, біздің нысанымыз айқын көрінбейді. Міне балалар, біз бүгін микроскоптың оптикалық көрсеткіштерінің формулаларымен таныстық. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.